Сәлем достар. Бүгін сіз Хэллоуин тарихында болған сізді таң қалдыратын және аса қорқынышты оқиғаларды біліп алатын боласыздар. Бұл шынайы, жүйке жүйеңізді тітіркендіретіндей мистикалық оқиғалар. 1990 жыл қазан айында Нью-Джерси штатында 17 жасар Брейн қорқыту аттракционында жұмыс істейді. Ол аттракционды тағы да қорқынышты етуді ұйғарады. Өзінің мойнына арқан салып, қораптың үстіне шығады және ажал алдындағы айтылатын сөздерді оқи бастайды. Бірақ кенеттен кездейсоқ Брейннің аяғынан қорап тайып кетеді және арқанға мойнынан асылып қалады. Нәтижесінде ол жігіт шынымен де көз жұмады. Мұны көрген адамдарға ешқандай күдік туғызбайды. Олар бұл көріністің жай ғана бір бөлігі болса керек деп ойлайды. Мерекелерде тегін таратылатын, адамдарды өзіне тартатын тәтті конфеттерден абай болыңыздар. Себебі оның астында қандай тосын сыйлар күтіп тұрғанын білмейміз. 1974 жылы Техас штатында тұратын Рональд Кларк Брейн жеке өмірін сақтандыру мақсатында өз ұлы мен қызын улап өлтіруге шешім қабылдайды. Ол Хэллоуин мерекесіне балалармен бірге шығады. Айналадағы және көршілердің балаларына улы кәмпиттерді тарата бастайды. Полиция бұл оқиғаны қандай да бір есі ауысқан жасады деп ойлауы үшін және оның өзіне күдік тудырмауы үшін улы кәмпиттерді өз қызына да береді. 8 жастағы ұлы Тимоти кәмпиттерді ең алғашқыларынан болып жеді және сол мезетте қайтыс болады. Рональд Брайан өз балаларын қатыгездікпен өлтіргені үшін өлім жазасына кесіледі. Бұл Хэллоуин тарихындағы кәмпиттер мен тәттілерден уланған жалғыз оқиға емес. 1974 жылы Детройтте 7 жасар бала көршісінің біреу берген кокаин қосылған карамелді жеп қайтыс болады. Тағы біреу сол секілді шоколад жеп қайтыс болады. Шоколадтың ішінен майда шегелер табылады. Хэллоуин мерекесінің міндетті белгілерінің бірі кәмпит жинауға арналған сөмке 2011 жыл Чикагода трагедияның орын алуына себеп болады. 55 жастағы күдікті өзінің көршісі Мэри Адамстың тәттілері бар сөмкесін ұрлайды. Бейшара әйел қолындағы затын тартып алуына қарсылық жасайды және осы әрекеті үшін Мэридің бірнеше жерінен пышақпен жаралайды. Бұл оқиғадан соң ол жан сақтау бөліміне түседі және осы жерде көз жұмады. Хэллоуин тарихындағы ең қорқынышты трагедия Индиана штатында орын алады. Хэллоуинді осы жерде мәнерлеп сырғанаушылардың қатысуымен ұйымдастырылды. Дәл осы сәтте ғимаратты пропан газы орап алады. Алайда көңілді көрермендер мұны сезбейді. Газдың мөлшері біртіндеп көбейіп, барған сайын қауіпті бола бастайды. Конькимен сырғанаушылар соңғы көрініске шығуға дайындалып жатқан кезде пропан газы мен электронды попкорн жасайтын машина арасында өрт шығып, алапат жарылысқа әкеледі. Жарылыстың нәтижесінде құрылыс пен адам бөлшектері 40 фут биіктікке ұшып кетеді. Осының салдарынан 75 адам өледі және қалғандары ауыр жараланады. Бұл кезекті оқиға 2005 жылы Делавэр штатындағы Фредерик қаласында орын алады. Қала тұрғындары Хэллоуин мерекесін өткізуге дайындалады. Айналаның әр жерін ойыншық қуыршақтар мен асқабақ және қорқынышты мүсіндермен безендіреді. Кейбіреулері мұндай мүсін және қуыршақтар ағашқа ілінулі тұрғанын көреді. Алайда тұрғындар ағашта ілінулі тұрған ойыншық қуыршақтар емес, нағыз мәйт екенін бірден байқамайды. Тек бірнеше сағаттар өткен соң ғана жолаушылар дабыл қағады және олар өзіне осы тәсілмен қол жұмсаған 42 жастағы әйел мәйт екенін анықтайды. Достар, бұл бізге жат мереке екенін білетін боларсыз. Алайда, елімізде жыл санап аталмыш бұл мерекені тойлайтындардың қарасы көбеюде. Сіздер бұл мерекені тойлауға қарсы боларсыз деп ойлаймын. Әлде дайындықты бастап жібердіңіз бе? Жауаптарыңызды міндетті түрде комментарияға қалдырыңыз.